10 қаңтар Қазақстан Республикасы ұлттық ұланның құрылған күні. Биыл еліміздегі маңызды құрылымдардың бірі өзінің 27 жылдық мерейтойын атап өтуде. Осыған орай медиа орталық түсірілім тобы өңіріміздегі 35-17 әскери бөлімде болып қайтты. Бөлімнің бүгінгі тыныс-тіршілігі мен ел қорғанда жүрген жауынгерлердің негізгі міндеттерімен танысып шығуға мүмкіндік алған жайы бар. Тарихы сонау 1992 жылдан бастау алатын Қазақстан Республикасы құқықтық тәртіп әскерлері кейіннен бірнеше жыл Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлері атанған ведомство 2014 жылдың сәуірінде ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы болып қайта құрылды. Бүгінгі әскери күш құрылымы орталық, оңтүстік, батыс және шығыс өңірліктер деп бірнеше қолбасшылықтарға бөлінеді. Біздің Степногорск өңіріндегі 35-17 әскери бөлімі осы орталық өңірлігіне қарасты. Біздің әскери бөлім орталық өңірлік қолбасшылығына бағынады. Орталық өңірлік қолбасшылығы Қарағанды облысында шоғырланған. Біз маңызды мемлекеттік объектілерді және тасымалдау кезінде арнайы жүктерді күзетуге, түзеу мекемесін күзетуге, сотталғандар мен қамауға алынған адамдарды айдауылдау, елді мекендерде қоғамдық тәртіпті сақтауға өз міндеттерімізді орындайтын және де тағы да басқа міндеттерді орындауға тапсырма берілген әскеріміз. Осы әскери бөлімде солтүстік Қазақстаннан шығыс, Түркістан, Қызылорда, Павлодар, Алматы, Батыс Қазақстан, Қарағанды облыстарынан сарбаздар өз міндеттерін адал атқаруда. Қарапайым халықта тәртіп сақшылары атанып кеткен ұлттық ұланның сарбаздар мен сардарлары өздеріне жүктелген міндетті абыроймен атқарып келуде. Жыл сайын осы әскери азаматтардың қатарын толықтыратын жастарымыз аға буыннан тәлім-тәрбие алып, отан алдындағы борышын өтеуде. Міне осы әскери бөлімге желтоқсан айында 83 жас сарбаздар келді. Енді сол жас сарбаздармен әскери өмірге дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы сарбаздарды дайындайтын осы біздің Петропавл қаласында шоғырланған әскери институттың түлектері, лейтенанттар жаңағы дәрістерін өткізеді. Солар үйретеді, солар жас сарбаздарды. Және де бұдан басқа, солдаттардан басқа бізде келісімшарт қызметкерлері бар. Ол 50%-ын құрайды біздің әскери бөлімнің. Олар өз міндеттерін жаңағы түзеу мекемесіндегі отырған сотталғандардың тәртіп бұзушылығын болдырмауға өз қызметтерін атқарады. Бүгінде өз антына адал бола білген тәртіп сақшылары кәсіби дайындығымен көзге түсіп, жүктелген міндеттерді атқарып келуде. Олар күзгі мерзімді әскерге шақыртылған жастарымызға білім беріп, әскери өмірдің қыр-сырымен таныстыруда. Солардың бірі Қазақстан Республикасы ұлттық ұланның әскери институтының түлегі, бүгінде взвод командирі Нұрдәулет Орынбеков. Бірінші әскери қызметші ол өзінің қызметін атқару барысында бірінші тәртіп болу керек. Тәртіп болған жерде келесіде білімі де барлығы да болады. Сол білімге жеткізуге өзіміздің бар білімімізді үйретіп, бар білгенімізді көрсетіп дайындаудамыз. Біз өзіміздің жеке мақсатымыз жаңағы сарбаздарды тәрбиелеу, оларды оқыту, үйрету, қызметтік жауынгер қолдану тактикасы сабағынан және атыс дайындығынан, дене шынықтыру дайындығынан оларды тәрбиелеп, оқытып үйретудеміз. Және келешекте оларды бір жылдың ішінде жақсы сарбаз болып отанға аман-есен қайтуына көмектесудеміз. 35-17 әскери бөлім басшылығының ақпаратына сай, әскери мамандарға жүктелген басты міндет ел қорғанында болып, азаматтардың еркіндіктерін қорғау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету болып табылады. Дәл осы қасиеттерді енді кезекте жас сарбаздар қатарына енгелі отырған ер жігіттеріміз өз бойларына сіңіруі қажет. Айта кеткен жөн, күзгі шақырту бойынша аталмыш бөлімде қызмет атқаруға келген ұландарымыз қаңтар айының соңында әскери ант қабылдап, жауынгер қатарына ресми түрде қабылданатын болады. Қазақстан Республикасын қорғау оның әрбір азаматтың басты міндеті. Ол елім, жерім дейтін патриот жастар болу керек. Және де мен осы жас өсіп келе жатқан жастарды мен осы Қазақстан Республикасын қорғауға және әскери қызметші болуға шақырамын. Ел басына күн туса, мемлекетіміздің қорғанышы болатын біздің өскелең ұрпақ. Оларға жүктелген міндет жоғары. Сол себепті жастарымыз заман талабына сай білімді, ақылды және әскери қасиеттерге ие болуы тиіс. Әсіресе бұл мәселе ер жігіттерімізге тікелей байланысты.